Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге өте дәмді әрі тойымды, ерекше тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен жиі бөлісетін боламын. Тамағымыздың жасалу жолына кірісейік. Алдымен қамыр илейміз. Оған бір жұмыртқамызды жарып, салқын суға тұзымызды салып араластырамыз. Жұмыртқа мен суды жақсылап араластырамыз. Оның үстінен ұнымызды саламыз. Осылардың бәрін араластырып, орташа қамыр илейміз. Қатты болмау керек және қатты да жұмсақ болмау керек. Илеген қамырымызды салафан қалтасына салып, июы қанғанша қойып қоямыз. Тапамызды қыздырып, үстінен сұйық майымызды қосып, және туралған еттерімізді саламыз, және майға аздап қуырамыз. Оның үстінен пиязды саламыз, сәбіз саламыз, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң томат пастасын саламыз, жарты қасық. Егер томат пастасы болмаса, қызанақты турап салсаңыздар болады. Болмаса, менікіндей қыста деп жабылған салаттан бір ас қасық салып араластырамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Сәл жаңағы тамағымыз қуырылып неғылған соң екі ыстық болмаса қайнаған су кесемен құямыз. Астын пәсейтіп қақпағын жабамыз. Бізде ет пісу керек. Ет піскенше осылай июы қанған қамырымызды қолымызбен зуалаймыз және ұнның көмегімен осылай оқтауды айландыра отыра жаңағы қамырымызды жаямыз. Егер сіз қамырды жаюды білмесеңіз, осы видеоға қарап үйренсеңіз болады. Қамырды қолмен зуалап болған соң сағаттың тілімен осылай ұнды себе отыра айландырып жайып шығамыз. Оқтаумен жайған кезде ортасын қатты баспаймыз, екі шетімен ғана айландыра жайып шығамыз. Ұнды егер қамырды жұмсақтау илеп қойсаңыз, ұнды көп себуге тырысыңыз. Онда көп сеппесеңіз жабысып қалады. Егер қаттырақ қамыр илесеңіз, онда ұнды көп себудің қажеті жоқ. Ешқандай қиындық жоқ. Осылай айландыра отыра жайып шығасыз. Бізге қамырдың жұқа болғаны керек. Яғни қамырымызды жайған кезде біздің астындағы дастарханымыздың суреті анық көрінетіндей сондай жаңағы неге деуі жайып шығамыз. Менде мұнда қамырым жайып болдым. Көріп тұрсаңыз, қолым астынан көрініпті және бір келкі болып шығады. Енді салмасын әзірлейміз. Осылай корей үкішінен өткізілген сәбізімізге ұсақтап туралған пиязымызды және тұз бұрышымызды саламыз және аздап сұйық май құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді осылай жайған қамырымыздың үстінен сұйық майды барлық жеріне жағып шығамыз. Бізде жақсылап барлық жеріне тиіп жағылу керек майымыз. Және осы салмамызды барлығына жаңағы тиетіндей етіп сәбізбен жаңағы пиязымызды салып шығамыз. Және дәл ортасынан тесіп, осылай барлық жерін бірдей етіп домалақтап шығамыз. Егер бұлай домалақтау қиындау болса, онда осы қамырды екіге бөліп, рулет сияқты етіп істесеңіз болады. Болмаса, дәл осылай менікіндей етіп, барлығын біріктіріп, қолымызбен қысып, осылай жасаймыз және шетінен алып кесіп, осындай көлемде кесіп шығамыз. Және мантаваркамыздың жаңағы листіне ортасын ашық-ашық етіп салып шығамыз. Осы кезде сіздерде егер мантаварка болатын болса, мантаварканың астындағы суын жаңағы қайнатып қойыңыз.
дәл міне осылай қойылып шықты. Енді осыны мантоваркеге қойып 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Менде мұндай сковородка, яғни тападағы мантоварка болғандықтан мен картопын салдым және аздап осының үстінен су құйдым. Суын көптеу құйдым мен. Тағы бір 2 кеседе құйдым, себебі менде мантоварканың орнына осы тапаны қолданатын боламын. Сондықтан суын көп қылдым. Сіздер суды көп қылмаңыздар. Сіздер арнайы бөлек тапаға салғандықтан. Мұнда менде 35 минуттай пісті. Жаңағы қамырым осылай суым тартылған соң тағы 5 минутқа болгар бұрышын салдым мен. Және қақпағын жауып 5 минутқа пісіріп алдым. 5 минуттан кейін подливым дайын болды. Енді көріп тұрғандарыңыздай осылай бірінші мантоваркадағы листтан қамырларымыз осылай шеттеріне қойып шығамыз. Және дәл ортасына подливымызды осылай қойып шығамыз. Өте керемет болып шығады. Ерекше тағам, әрі тойымды, әрі дәмді тағам жасап көріңіздер, достар. Қалауларынша бетіне аскөк жуа салып турасаңыздар болады. Тамағымыз осымен дайын, ас болсын. Достар, егер менің жаңағы арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен, жаңа мастер-класстармен бөлісетін боламын.